Ал әріптестер, мен өзіммен бірге датчиктерді алып келдім. Сіздерге де бұйыртса осындай Pasco компаниясының датчиктер келеді. Шатасам 10 ба 11 түрлі датчигі бар. Менде енді барын алып келдім, 6-7 түрі бар. Сіздерде тағы да қалған түрі болады. Енді бұны мен қалай жұмыс жасаймыз? Ең бірінші, сіздер барған кезде интерактивті панельге мына бағдарламаны жүктеп алыңыздар. Және де қазір жұмыс істеу үшін сол бағдарламаны телефонға жүктеп алыңыз, жарай ма? Қазір Google Play-ға кіріп, мынаны қосымшаны жүктеп алыңыздар. Spark View. Қосымша тегін. Бұны кейін оқушыларда жұмыс істеген кезде де осы қосымшаны жүктеп алу керек болады. Қазір мен мына жерге жүктейін. Міне Spark View Pasco Scientific деп шығады. Соны жүктеп аласыздар. Ноутбукқа жүктесе болады, бірақ ноутбукке жүктеген бағдарлама 1 жылдан кейін тоқтап қалады. Лицензия сатып алу керек болады. Міне тақтаға жазып қойдым. Spark View. Бәрібір 5 болса 5 бола берсін. Ең басты осыны жүктеп алсаңыз болады. Жүктеліп қалды. Мен жүктелді, енді ашайық. Енді сіздер жүктегенде көп жағдайда тілі ағылшын тілінде болып шығады. Сіз оны орыс тілінде немесе қазақ тіліне аударбасаңыз болады. Жүктелді ғой, сіздерде? Менімен бірге жасап отырыңыздар. Жүктедік, аштық, мынандай сөз шықты, мынаны басып саласыздар. Дан деп. Келесі нәрсе. Келесі нәрсе. Мына жерге барасыздар, мына батырманы басасыздар. Сіздерде осы разрешение бересіздер. Бар ғой, қазір ауыстырамыз. Қараңыздар, бірінші разрешение сұрайды жаңағы, рұқсат сұрайды. Сол кезде әсіресе Bluetooth-ға міндетті түрде рұқсат беріңіздер. Bluetooth қосылмаса, датчик жұмыс жасамайды. Енді келесі нәрсе, тілін қалай ауыстырамыз? Мына батырманы басасыздар. Choose a language деген таңдайсыздар. Орысша тұрса выбрать язык. Таңдадық. Келесі нәрсе languages. Мына ішінен English деп тұр, төмен сөздер қазақ деп тұрады. Қараңыз, қазақ деген таңдадық. Кейін нені басамыз? Окей. Ауысты ма? Енді не істеу керек? Тіл ауысқан жоқ. Сіздер бұны жабасыздар. Кейін қайттан ашасыздар. Жабасыздар да қайттан ашасыздар. Бізде қосымша қайда кеттіңіз? Міне Spark View. Енді ашқан кезде сізде тіл ауысты. Сіздер де қазір сөйтіп ауыстырбаңыздар. Қазір қайталап жасамасаңыздар, Эдгар Дейлдің айтуы бойынша көрген ақпараттың 20% есте қалады ғой, сол үшін ұмытылып қалады. Келесі маған USB bridge жарайды. Сіздерде шықпайды, бұл майында шығып тұр. Мынау жаңарту дейді, но пока бізге керек емес. Келесі, енді қалай жұмыс істейміз? Бірінші, датчикті аласыздар. Сізде әртүрлі датчик бар. Әр нәрсені өзі есептейді. Біріншісі, мынау бізде wireless temperature link дейді. Яғни температура датчигі.
Сіздерде температура датчигінің екі түрі болады. Біреусі мынадай, көріп тұрғандарыңыздай, міне. Екінші сіздерде басы мынандай темір болып келеді. Айырмашылығы неде? Мына датчиктер көбінесе ауа, газдың температурасын өлшейді, ал мынандай темір болып келгені ол сұйықтықтың температурасын өлшейді. Яғни мынаны қатты ыстыққа салсаңыз, мынау балқып кетуі мүмкін да. Сол себепті бұны көбінесе газдың температурасын өлшеуге қолданамыз. Судыкінде болады қолдануға, бірақ өте қатты ыстыққа керек емес. Келесі нәрсе, әр датчиктің мынандай батырмалары бар. Соны басасыз, 1-2-3 секунд бассаңыз, қызыл жанады. Егер басып тұрсыз, әрі жанбай жатыр, значит, не деген сөз ол? Жоқ. Сіздер сразу бұзғанда жаман ойлайсыздар. Яғни зарядкасы отырып қалған деген сөз. Енді ол үшін зарядка отырып қалса не істейсіздер? Мысалы, менікі де зарядка отырып қалды. Мен сабаққа келдім де бірден не істедім? Міне, USB-ға өзінің мына әр коробкада әр датчиктің өзінің кабельдері бар. Бірақ барлығының кабелі бірдей. Бұл енді Type-C-ға ұқсайды, бірақ Type-C емес, бұрын сіздер ескі телефонда толстой зарядка, тонкий зарядка деген бар ғой. Соның тонкийі бұл. Соны барлығында бірдей, біреу жоғалтып бассаң еш нәрсе етпейді, бірінен бірнешеуін зарядтай бересіз. Басы USB, кәдімгі телефонның басын зарядтайтын адаптер бар ғой, соған салып зарядтай бересіздер. Тіпті ноутбукқа қосып зарядтасаңыз болады, немесе панельге қосып зарядтауға болады. Так, менде енді зарядкасы бар. Келесі нәрсе не істеймін енді? Қараңыздар. Жаңа экспериментті құрыңдар деген басам. Келесі менде шаблон сұрайды. Яғни, бұл шаблон деген не? Бұл бір уақытта қарасаңыз 3, тіпті мұнда қанша? 4, 5, 6 нәрсені өлшейді. Яғни, бір уақытта 6 датчик қосып есептеуге болады, немесе бір датчиктің өзі де бірнеше шаманы өлшейді. Сол үшін керек. Мен сіздерге қазір қарапайымнан бастаймын. Ең біріншісін таңдаймыз. Біріншісін таңдады. Бұл шаблон таңсоң тағы да сұрайды сізді. Енді сіз осы шаблонның ішінде нені қалай өлшегіңіз келеді? Графикпен бе, сандық мән бе, кесте ме, немесе андай спидометр сияқты өлшегішпен бе деп, әртүрлі видео ма деп. Бізге негізі керегі алғашқы осы үшеуі. Спидометр енді қатты керек емес, кейбір жағдайда мүмкін. Мысалы, бірінші қазір қарапайым сандық мәннен бастайық. Таңдадым, менде 0 болып тұр. Келесі енді мына датчикті қалай тақтаға қосам, или телефонға қосасыздар. Жаңа айттым ғой, басып тұрасыз, қызыл жанды ма? Значит, ол әлі мигать етіп тұр. Келесі мына Bluetooth-ның суреті тұр ғой. Соны басасыз. Мына жерден рұқсат беру міндетті түрде. Және телефоныңызда немесе панельде мына Bluetooth қосылып тұру керек. Bluetooth қосылмаса, сіз мына жерде датчик көрінбейді. Енді қараңыз, мына жерде не деп тұр? Температура Smart Gate деп тұр да. Және сандар тұр. Сіздер ойланып тұрған шығарсыздар, не сандар деп. Бұл сандар, температура датчигі сіздерден 3 датчик келеді. Үшеуі де температура ғой. Бір-бірінен шатастырып алмау үшін әр датчиктің өзінің номері бар. Датчиктің астында жазылып тұр. Мысалы, менде 104-818. Сонда қарайым, мынау менің датчигім деймін да. Үстіне басасыз. Не істеп жатыр? Қосылып жатыр. Бұл енді қосылып қосылмаған қайдан білесіздер? Егер датчикте жасыл мигать ететін болса, өшіп жанып тұрса, бұл қосылып тұр деген сөз. Кей жағдайда болады, датчикті қосасыз, мына жерден Bluetooth таңдайсыз, бірақ мына жерден мынау шықпайды. Сөйтіп қарасаңыз, мынау жасыл жанып тұр. Ол не деген сөз? Басқа біреу сіздің датчикке қосылып кеткен да. Сіз оны кім менің датчигіме қосылып кетті деп іздеп жүре алмайсыз, жай ғана өшіресіз да, қайттан қосып, бірден өзіңіз датчик тауып қосылып аласыз. Енді сыныпта оқушыларда сондай жағдай болуы мүмкін, бір-бірінің датчигіне қосылып кетеді. Сол кезде солай түсіндіресіздер. Енді келесі нәрсе, датчик қосылған кезде, қосылған құрылғылар дейді астында тұр. Қандай мәліметті көрсетіп тұр? Мынау зарядкасы. Енді температура датчигі мыналар сияқты USB-мен зарядталмайды. Бұның артында көріп тұрса домалақ. Кәдімгі магазинде сатылады домалақ батарейкалары. Соны мынаны бұрайсыздар, өз стрелкасы да көрсетіп тұр, қалай бұрау керек екен.
прайстарда ашылады, сол батарейканы саласыз. Ну, бірақ мына өзі заводтан келгені, мысалы, мына бізде 1 жыл жатыр, әлі кішкене ғана неткен, отырған. Яғни өзінің зарядкасы біраз уақытқа жетеді. Келесі, мына дайын деген басам. Қарайсы әлі 0 болып тұр. Мен нені таңдағам жоқ, өлшемді таңдағам жоқ. Өзі қызылмен көрсетіп тұр да, мынаны бас дейді. Өлшемді таңдағанда менде сұрайды, нені өлшейді. Мысалы, температура датчигі тек қана температураны өлшейді. Бірақ бізде кейбір датчиктер бар, күшті де өлшейді, үдеуді де өлшейді. Кейбір датчик бар, жылдамдық, үдеу, одан кейін орын ауыстыруды өлшейді. Оның барлығы осы жерден шығып тұрады. Бізде температура датчик тек қана температура, бірақ бұның өлшем бірлігін өзгертуге болады. Мына градус Цельсий деп тұр ғой. Соның үстіне бассаңыз, өлшемдер шығады. Фаренгейтпен немесе Кельвинмен. Мысалы, мен әзірге сіздерге Цельсиймен тұра берсін, Цельсиймен өлшеміз. Келесі, әлі 0 болып тұр. Яғни мен нені басқан жоқпын? Бастау деген басқан жоқпын. Егер бастау деген баспасаңыз өлшемейді. Бастау деген басам, енді бұл қазір бөлмедегі температураны өлшеп тұр. Бізде бөлмеде қазір 33,6. Енді қараңыз, мен қазір мына датчиктің басын ұстасам, менің қазір денемнің температурасын өлшейді. Балаңыз ауырып қалса, мынаны датчикті апарып, етсеңіз дәл өлшеп береді. Қазір көтеріліп жатыр, мысалы 35, сәл күту керек, 5 минуттай. Сол кезде 36,5-ке барады. Енді ауырсаңыз 37-38-ге шейін барады. Самықманды таңдадыңыз ба, иә? Аха. Өлшемді таңдау дедіңіз. Иә. Аға түсіріп жатыр. Мен видеоға түсіріп жатырмын. Бұның әр датчикті қалай қолдану керегі біз платформаға салып қойғанбыз, видеолар бар, жібереміз, оны уайымдамаңыздар, жарай ма? Сіздер қазір главное түсініп алыңыздар. Бұл не істеу керек, не үшін керек, қалай қолдану керектігін ұмытып қалсаңыз, видеодан қарай саласыз. Өйткені маған қосылып қойды, онда жасыл жанып тұр, ол менде тұр. Яғни Қосылсақ болады ма мына датчикке қазір? бір датчикке бір адамға қосылады. Мен қазір 4 датчик қосам, кейін топпен сіздер не істейсіздер? 4 датчикті қолданасыздар. Мен қазір бірінші барлығын көрсетіп тастайын. Так, келесі нәрсе енді плюсті басып жаңа эксперимент бастауға болады. Мысалы, плюсті басам мына жерде. Қайттан макет таңдаймыз. Бұл жолы мен сіздерге графикті көрсетейін, бірінші тұрған. И қайтадан өлшемді таңдаймыз. Өлшем бізде температура және градус Цельсий. Мынау бағанағы өлшегеніміз жазылып тұр. Мен қазір бастауды басам ғой. Бұл енді екінші рет өлшегенін жазады. Яғни қарап тұрсаңыз, алдыңғы өлшегеніңіз өшіп кетпейді. Мысалы, мен бастауды басам. Мынау қазір уже екінші эксперимент. Тәжірибе 2 деп тұр. Тәжірибе 1. Иә, мына мен қазір температурам қалай өзгеріп жатыр, соны көрсетеді. Иә, галочканы үстіне қойсам, көрдіңіз, уже салыстыруға болады. Жаңа ыстық су мен суық судың 2 датчикті қойып, өсіп салыстырсаңыздар болады. Енді көрсеңіздер, мына плюсті бассаңыздар, алдыңғы эксперимент өсіп сақтала береді. Енді мүлдем жаңа эксперимент ашу үшін мынаны басасыздар, жаңа эксперимент ашу деген таңдайсыздар. Мына жерден бұны сақтауға болады. Мынаны сақтасаңыз, панельге сақталады, телефонға сақталады. Кейін қайттан ашуға болады. Мен әзірге сақтамаймын, жоқ деймін. И бағанағыда қайттан бастан бастаймыз. Жаңа эксперимент құру деп кете береді. Түсінікті мұна температура датчигі. Бұл енді температураны өлшейді. 8-ші класстың эксперименті бар, екінші эксперимент. Сол кезде қолдансаңыздар болады осыны. Так, одан кейін келесі датчик бізде. Қазір басқа настройканы қазір біраздан түсіндірейін, пока мынаны түсініп алыңыздар. Келесі датчик бізде қозғалыс датчигі. Көріп тұрсыздар, мынандай датчик. Мына жерде бұрайтын нәрсесі бар. Көп мұғалімдер түсінбей жатады, мынау не нәрсе деп. Бұл датчик алдында не тұр, соны өлшейді. Мынаны бұрсаңыз, қазір мысалы 90 градусқа қойдым, бұл уже жоғарыда тұр, соны өлшейді. Мысалы мен мына не үшін қойып қойдым, қазір біз мынаны астына қойған кезде, мына серіппенің қозғалысын зерттейміз. Үдеуі мен жылдамдығы
қалай өзгеріп жатыр. Тербелмелі қозғалыс бар ғой. Сол кезде ол не істейді? Үдеу мен жылдамдығы өзгереді. Соны осымен дәлелдейсіздер. Бұны қазір жасаймыз. Әзірге бірінші қалай қосудан бастайық. Бұның қосатын батырмасы оң жағында, шетінде тұр. Кішкентай қара батырма. Қосасыз, тоже қызыл жанып мигать етіп тұрады. Бірінші макет таңдайын. Сандық мәнін таңдайық. Келесі Bluetooth-ды басамын. Енді мына жерде көріңіздер motion деп тұр. Менде температура датчигі қосылып тұр. Температура датчигінен шығып кетуге болады. Мына X-ті бассаңыз, шығып кетеді. Немесе мен оны өшіре салайын, батыры X-ті отымды. 4 секунд басып тұрады, сол кезде өшеді өзі. Келесі қосамын. Дайын. Келесі не істейміз? Өлшемді таңдаймыз. Орын, жылдамдық, үдеу. Дененің орнын бірінші өлшексіздер міне. Келесі, мысалы қазір мына жерде біреуіңіз тұрсаңыздар, или мына жерден тұрып былай қарай жүріңіздер. Біз сіздің орныңыз қалай өзгергенін анықтаймыз. Ақырын қозғалсаңыз, қазір тоқтай тұрыңыз. Бір орында тұрыңыз. Бастау дейміз. Қазір сіздеріңіз 1,83 метр. Енді ақырын жүре беріңіз. Датчикке қарайды. Жақындаңыз. Жақындаған сайын азайып жатыр. Яғни датчиктен сізге шейін қашықтықты өлшеп жатыр. Енді қазір кетпеңіз, тағы бір эксперимент ашайық. Бұл жолы мен графикпен көрсетейін енді. Сіздің қозғалыс қандай екенін қазір график арқылы анықтаймыз. Бір рет қоссаңыз болды. Сіздің денеңіз орны біз сантиметрмен өлшейік. Енді қараңыз, қазір орныңыз сәл кішкене алысырақ тұрсаңыз, ақырын қозғала беріңіз, біз сіздің қозғалысыңызды көреміз. Енді қараңыз, қандай қозғалыс болып жатыр? Жоқ, енді сәл кемел бар, бірақ жалпы алған кезде қандай? Бір қалыпты болып келе жатыр, бір қалыпты келеді, бірақ кейбір моменттерде қисық болып кеткен, мына жер үдемелі, мына жер кемел деген. Бірақ жалпы алғанда бір қалыпты көруге болады. Рахмет апа. Енді керісінше датчиктен былай қарай жүріңіз. Тұрыңыз. Қазір бастайын. Тоқтай тұрыңыз. Көрдіңіз бе? Кейбір моменттерде, бірақ жалпы алғанда бір қалыпты жүрдіңіз. Енді үдемелі қозғалып көріңіз апа кішкене. Наоборот, датчиктен былай қарай қозғалып көріңіз. Кішкене тезірек. Наоборот, тез қарай жүрсеңіз болады. Так. Сіздікі бастапқыда үдемелі болды да бір қалыпты болып кетіп барды. Жарайды. Рахмет апай, сізді қинап жібердік. Көрдіңіз, үдемелі қозғалыста график қандай болады? Мынандай парабола болады. Кеммелі болса, керісінше мынандай. Парабола, бірақ төңкерілген парабола болады. Так, енді бұл датчиктен тағы нені өлшеуге болады? Басынан көрсін. Енді бұл датчик ше, қанша? Бір мектепке қанша жүз келу? Әр датчиктен 3 штуктан келеді. Тоқтай тұрыңыз. Қараңыздар, қазір мен енді шаблонда екіншісін таңдайын. Біріншісінде менде график болсын, екіншісінде не болады? Кесте болады. Қараңыз, өлшемді таңдаған кезде мына жерде дененің орны болсын, сантиметрмен өлшейді. Ал мына жақта кестеде біріншісі жылдамдық болсын, міне метр секунд тұр ғой. Біз оны сантиметр секундпен алайық. Одан кейін екінші үдеу болсын. Үдеу деп тұр.
мында сантиметр секунд квадрат болды. Сонда қараңыз, бір уақытта менде дененің 3 физикалық шамасын өлшеді. Орны, жылдамдығы, үдеуі. Енді қараңыз, бұл жерде бізде жаңа қарасаңыз, өте жылдам шырыр деп кетті ғой. Ол неге байланысты? Мысалы, мына жерде көп нүкте пайда болды. Ол неге байланысты ойлайсыздар? Жиілігіне байланысты, иә. Яғни жиілігін біз өзгерте аламыз. Қараңыздар, өзі период деп тұр ғой. Үстіне басасыздар, менде қазір 20 герц тұр. 20 герц деген сөз 1 секундта 20 рет өлшейді. Біз оны азайта аламыз. Мысалы, 1 секунд 2 герц қылсақ, 1 секундта 2 рет өлшейді. Түсініңіз бе? Енді біреуіңіз шықсаңыз, басқа кісі, қозғалып көрсеңіз, біз жылдамдығыңызбен орын және Сақна бір датчиктен бұлай қарай жүрсеңіз. Қазір толып. Ой, рахмет. Қараңыз. Сізде бір қалыпты болды, түп түзу шықты. Мынау дененің бастапқы орны сәл кішкене үдемелі болды, кейін түзу шықты. Енді мына жерден біз жылдамдығын қараңыз. 31 сантиметр секунд басында болды, 15, 3. Бірақ мына жерде әртүрлі болып кетті. Мына бізде үдеу екен ғой. Үдеу. Жылдамдығы жақын бір-біріне қараңыздар. 77, 75. Басында ғана кішкене 43 болды, кейін ұқсас болды. Енді қараңыз, керісінше былай жүріңіз, сол жақтан бері қарай. Орын ауыстыру не істеп жатыр? Кеміп жатыр. Себебі бастапқы нүктеге қозғалып жатыр да. Жылдамдық сәйкесінше қандай болды? Минус болды. Оқушыларды осы жерден түсіндіре аласыз. Жылдамдық теріс бола алады. Себебі ол векторлық шама, яғни кері бағытта қозғалса минус, алдыға қарай қозғалса плюс. Жылдамдық теріс болғандықтан үдеуде бізде не болды? Теріс болды. Жақсы, рахмет. Енді жалпы қозғалыс датчигі осындай. Енді сіздермен серпімді қозғалыс бар ғой. Сол кездегі жылдамдық пен үдеудің қалай өзгерген көрейік. Өте әдемі график шығады. 50 герц қылайын қазір. Графикті таңдайын. Мына жерде өлшем менде енді не болады? Жылдамдықтың қалай өзгергенін көресіздер. Жылдамдық былай істейік. Метр секунд емес. Бізде жылдамдық қазір өте аз болғандықтан сантиметр болады. Енді бұл жағдайда мен енді датчикті не істеймін? Бұрамын. 90 градуске бұрамын. Өз бұрыштарда жазылып тұр. Және астына қоямын. Дәл астына қою керек. Кейін не істеймін? Тербелмелі қозғалыс жасаймын. Кейін мынаны бастаймын. Тербелмелі қозғалыстың графигі шынайы өмірде есептеп берді сіздерге. Енді оқушылар ойлайды ғой, көп жағдайда жылдамдық тұрақты деп, немесе үдеу тұрақты деп ойлайды. Бірақ жылдамдық көріп жатсыздар қалай өзгеріп жатыр. Ал енді осы жерден жылдамдық емес, үдеуді көрейік. Үдеу, бірақ өлшем бірлігін ауыстырайын. Метр секунд квадрат емес, сантиметр секунд квадрат. Так. Енді қараңыздар, жаңағы жылдамдық болды ғой. Енді мынау үдеу. Ұқсайды ма? Ұқсайды. Бұл не деген сөз? Үдеу тұрақты емес. Біз мысалы кинематика үдеуді тұрақты деп өтеміз ғой. Бірақ тербелмес қозғалыс келгенде үдеуде өзгеретін оқушыларға айту керек. Жылдамдық, үдеу және дененің орнын осы үш датчик анықтайды. Бұл енді көбінесе кинематикада қолданылады, және де осылай жаңағы тербелмелі қозғалыс тақырыбында да қолдансаңыздар болады. Так, бұл датчикті өшірдім. Так, келесі датчик. Бұл датчик енді бір уақытта болады. Ол үшін екі датчик болу керек.
Иә. Бірақ бір датчикпен сіз бірнеше шаманы өлшей аласыз, бірақ бір шаманы, екі заттың бір шамасын өлшейін десең, онда екі датчик керек болады. Ну, сіздерге бір датчик мына қозғалыстан үшеу келеді. Көрдіңіз бе? Тек қана біреу келмейді. Иә, бір түрінен үшеу келеді, үш данадан келеді ғой. Бұл енді оқушыларға жаңағы топтық жұмыс жасаған кезде үш топқа бөліп хотя бы жасататындай. Келесі датчик, бұл енді тек қана жобада ба, мектептердің, мұғалімдерінде ғана бар. Бұл магнит өрісін өлшейтін датчик. Бұны ешқашан кездестірмеген шығарсыздар. Негізі бұл Америкада бұрыннан бар екен. Бізде енді осы жоба аясында ғана алып жатырмыз. Енді бұны дәл бағанында қосамыз. Біз көбінесе магнит өрісін қалай түсіндіреміз? Теориялық, немесе бағана фетпен мүмкін түсіндіреміз да. Бірақ шынайы өмірде магнит өрісі қалай болатын? Енді көзбен көрмегендіктен оны эксперимент жасап көрсете алмайсыздар. Көрсетуге болады тек қана темірдің ұнтағы арқылы. Бірақ темірдің ұнтағын алуда енді білмеймін, әркім таба ала ма, таба алмайды сонда. Бірақ мына датчикпен айналамыздың барлық жерінде магнит бар екенін көрсетеді. Магнит өрісі бар екенін көрсетеді. Жаңа эксперимент құрамыз. Қазір бұл жерде мен сандықты таңдайын қазір. Өлшемді таңдаймыз келесі. Өлшемді емес. Бірінші Bluetooth-ға қосып аламыз. Батырмасы арт жағында басып тұрасыздар. Magnetic field деп шықты. Несі жазылып тұр, өзі номері 511-070. 511-070. Енді дайын дейміз. Келесі енді өлшемді таңдаймыз. Өлшем бірлігі біз немен өлшеміз? Тесламен өлшеміз. G деген енді басқа шетелдерде өлшенеді. Бізге Тесла керек. Қараңыздар, мұнда бұл магнит өрісі үш бағытта өлшейді. X осі бойынша Y және Z. Немесе қорытқы деген бар. Қорытқы деген үшеуін қорып тұрған кезде жалпы магнит өрісі шығады. Мен осыны таңдаймын, бірақ өлшем бірлігінде мен Тесланы таңдаймын. Бірақ бізде Тесла болмайды, өйткені өте аз, өте кішкентай. Сол үшін милли немесе микро. Мысалы, микроны таңдайық. Микро деген, ағылшынша микро бізде енді МК деп жазамыз ғой, ағылшынша миу деп жазылады. Микроны таңдадым. Енді қараңыз, мен қазір осылай қойғанда, бұл осы бөлмедегі магнит өрісінің мәнін көрсетеді. Қазір қанша болып тұр? Орташаспен 40 микротесла. Енді панельге жақындатайық. Сәл ғана өзгерді, 43-45 болды. Дұрыс айтасыз. Енді телефон. Қазір iPhone мен Samsung-тың айырмашылығын көреміз. Мен телефоным занят, енді біреулеріңіз алып келсеңіздер. Бәрібір. Қандай сізде? iPhone. Ал енді iPhone-ды көрейік. Интернет өлшей аласыз ба? Бірінші интернетсіз, кейін интернет қосып көрейік. Сол кезде көресіздер. Қаншалықты өзгереді. Рахмет. Енді бізде iPhone. Жақындатайын. Қанша болды? 1200 болды. Енді жақындатайын. Жоғар жағында одан да көп. 1600. Ең көп 1600 болды. Жоқ, 3000-ға шейін барып кетті ме, не болды өзі? Максимум 1600 болған сияқты. Байқасаңыз, әр жерін әртүрлі. Мысалы, асты жағында аз, 200-300, жоғары қарай көтеріле беретін. Ортасында 1400. Жоғары көтереміз. Сәл жоғары 2000-ға шейін бар, да? 2000. Міне. 3000-ға жетті. 3000 дейік, интернет қосыңыз. Жаңа бізде интернет өшіп тұрды. Енді интернет қосылды, ал енді қаншақты өзгереді? Астында бағана 300 еді ғой. Қазір уже 1000-ға шейін бар. Енді жоғары жаққа барайық. 3700. Интернет қосып еді, 3700-ге шейін бар. Ал енді Samsung кімде бар? Или Hokom-ма бәрі бар. Интернетін өшіп тұрсаңыз, өшірдіңіз. Қараңыздар. Бізде қандай? Samsung.
Аз екен, иә? Жоғары көтерілейік. Вообще зор. 40. Жоғары жағында көбері максимум 400-ге шейін. Айфонда қанша еді бізде жаңа? Иә. Иә. Аманда енді максимум қаншаға барды жаңа? 400. Samsung аз екен. Енді интернет қосып көріңіз. Точка қосып көріңіз. Так, енді интернет қосқанда қатты өзгермеген сияқты. Иә, сондай бағана 400. Иә, интернет қосса да Еба сіздің интернетіңіз нашар, или Samsung сондай не ма? Қатты өзгерген жоқ. Так, зарядка. Кімде бар ал? Зарядкасы бар. Алып келіңіздер, алып көрейік. Енді осы жерден құндылықты түсіндіріп кетсеңіз болады. Не үшін ұйықтап жатқан кезде телефонды жастықтың астына қойып жатпаңдар деп. Осы жерден көрсетіп кетіңіздер, қаншалықты зиян екен. Енді прямо зиян емес, бірақ бұл көп қолданса, әрине оның зияны бар. Иә. Жоқ, iPhone 4000-ға шейін. 4000-да екен. Көрдіңіздер ме? Осы датчик арқылы магнит өрсін. Енді бұны енді физика тақырыбын түсіндіруде қолдана аласыз. Мысалы, мынау бізде таға сияқты магнит. Иә? Енді қарайық, қазір мен оңтүстік полюске апарайын. Қанша? 5000-дай болды, 4000. Солтүстік полюске апарайын, тоже сондай. Енді екеуінің арасында көп бола ма, аз бола ма? Қалай ойлайсыз? Теория бойынша. Көп болады, өйткені оңтүстік полюс, солтүстік полюстен магнит өрісі шығады, оңтүстік полюстен кіреді. Екеуінің магнит өрісі бір бағытта болғандықтан қосылады. Ал енді соны дәлелдеп көрейік. Так. Яғни 5000. Көрдіңіз, көбейді. Біз енді екінші магнитті алсақ болады. Екі магнит алып, екеуінде солтүстік полюсін қойсаңыздар болады. Сол кезде дәл ортасына магнит өрісі өте аз болады. Ал егер керісінше солтүстік, оңтүстік қойып ортасына қойсаңыз, көп болады. Осыдан жаңа магнит өрісін, суперпозиция принципін түсіндіре аласыздар. Бұл датчиктің ішінде мынандай өзінің ручкасы бар, чтобы ұстауға ыңғайлы болатындай. Жалпы осы. Жоқ, радиоактивті жоқ ол. Жоқ, ондай алған жоқпыз. Ондай негіз датчик бар Пасконың, бірақ ол өте қымбат. Өте қымбат. Біз енді мен де өзім қызыққам соған. Жоқ, әр фирманікі әр түрлі. Мынау Паско, сіздерге Паско келеді. Анаш, сіздер қолданасыздар ғой. Так, келесі датчик бізде. Так, дыбыс датчигі бар. Келіңіз. Так, дыбыс датчигінде мынандай өзінің тұтқасы болады, ручкасы болады. Так, жаңа эксперимент ашайын. Так, бұл жерде енді графикті таңдайық. Так, бірінші жаңағыдай әрекет жасаймыз, бағанағы бәрінде бір әрекет. Датчикті біз басып тұрасыз, қосылады. Одан кейін Bluetooth басасыз, датчик таңдайсыз. Так, магнит өрісін шығартсақ, бізге дыбыс датчик. Магнит өрісін өшірген жоқ па?
Өше сайын. Так. Дайын. Қараңыздар, бағана примерно 1-1,5 сағат тұрды, соның өзінде 0 болып тұрған бұл. Уже толық қапты. Yani тез зарядталады. Так, келесі өлшемді таңдаймыз. Енді дыбыс датчигінде өкінішке орай андай. Нені өлшемейміз? Дыбыстың өлшем бірлігі. Децибелмен өлшей алмаймыз мұнда. Мұнда процентпен ғана. Бізде Fivi деген компаниянікі бар. Ол енді дыбысты жаңа децибелмен де өлшей алады. Біз енді процент. Иә? Жоқ, ноутбук жалғамайсыз. Панельдің өзінен. Иә. Так, енді бастайық. Мына көріп тұрсыздар, мынау бізде несі? Амплитудасы. Я мен қаттырақ сөйлеген сайын не болады? Так, бізде қатып қалды. Мынау бізде амплитудасы. Так. Мынау бізде амплитудасы. Қаттырақ сөйлеген сайын амплитудасы көбейеді. Так, бізде неге ондай болып тұр? Басынан бастап қойсайықшы. Так, мына датчикте бір қателік орын алып жатыр. Бұндай жағдай болса, былай жасап көріңіздер. Мына дыбыс толқыны деп тұр ғой. Үстінен басасыздар. Одан кейін сенсорды теңшеу деген бар. Так. И сенсорды нөлге келтіру деген бар. Сенсорды нөлге келтіреміз. И окей жасаймыз. Енді көрейік. Бәрі істемей қалды. Сенсор нөлге келтіріп бітіп басайық. Қазір енді өшіріп қосып көрейік. Yani сіздерде өстіп датчикті тексеріп алыңыздар. Егер датчик, мысалы, ондай жағдай болды, енді көп емес, бірақ сондай жағдай болды, датчик қосылады, бірақ өлшемейді. Оны бірден поставщикке айтасыздар, олар сіздерге ауыстырып береді. Я, енді көп заводтан келеді, бірақ арасында осындай бірақтар болып қалады. Так, енді көрейік. Бізде бәрібір өлшемей тұр. Жоқ, одан емес. Өткен апта істеп тұрады, қазір неге істемей қалды. Так, қазір көрейік. Söndürü дейікші, окей. Енді несін өлшеп көрейік, ана периодын азайтып көрейік. Мүмкін содан 20. Bir, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Жиілігін өзгертіп еді, енді өлшей бастады. 21 Гц деген енді өте аз. Сөзін сәл көбейтейік бұны. Хотя 50 Гц қояқ па? 100 қояқ. Енді тезірек өлшеді, қараңыздар. Мынау бізде амплитудасын көрсетеді. Қатты айтқан кезде, естеріңізде, дыбыстың қаттылығы неге байланысты? Амплитудаға байланысты. Дыбыстың тоны неге байланысты? Мынау бізде жиілік. Осымен, бұл енді көбінесе демонстрациялық. Енді бұл мен эксперимент жасауға бола ма? Мысалы, камертонды алып, 2 камертон. Бірінші екеуін. Мынау менің даусым, жалпы сыныптағы даусым. Иә. Көрейік, аха. Кеңіз кім сөйлеп көреді? Сөйлемей ақлада дұрыс деп жатсақ болады. Иә. Міне, көріңіз.
Бастым. Жоқ, сөйлемеймін еді. Алдында текстті оқи берсең. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабаққа кім дайын? Байқасаңыз, апайдың жиілігі жоғары көрдіңіздер ме? Жоғары болып тұр, иә. Мына дауысы өзіңізге сөйлейтін адам енді. Аха. Бірақ адамдық сеземі сонда. Жалпы дыбысты өлшейді. Бұл, мысалы мен ешкім сөйлемесін қараңыз, ешкім сөйлемесін. Вентилятордың дыбысы бар. Бәрі дыбыс болады, жалпы дыбысты өлшейді. Бұны енді камертонмен жазсаңыздар болады. Екі камертон бірдей жиіліктен жасаған кезде арасында дыбыс қалай болады? Ал әртүрлі жиілікпен жасаңыздар қалай болады? Соны осымен көрсете аласыздар. Енді эксперимент жасауға білмеймін енді. Мүмкін жасауға болатын шығар, мен өзім әлі қалай жасатынын ойлап көрмедім. Енді бұны жобаға нетсеңіздер болады, жоба жасасаңыздар болады бұл датчиктермен. Көріп тұрғандарыңыздай графикті, жаңа кестені бәрін сізге дайындап береді. Жоқ, сандықмен кесте болады. Так, келесі датчик бізде енді дыбыс кетті, магнит өрісі. Мына датчик бар айтпақшы. Бұл датчиктің атауы Force Acceleration деп тұр. Яғни күш және үдеуді өлшейтін датчик. Екеуін бір уақытта өлшейді. Мысалы, сіз динамометр қолдансаңыз, тек қана күшті өлшейсіз ғой. Ал мына жерде ол күшті де үдеуді өлшейді. Мысалы, 9-шы сыныпта салмақсыздық тақырыбын осымен түсіндіре аласыздар. Салмағы, дененің салмағы қалай өзгеріп жатқанын. Мынандай крючогы бар коробканың ішінде. Соны бүйтіп не істеп қоясыздар? Орнатып қоясыздар. Так, бұл жерден мен екеуін таңдайын. Біріншісі график болсын, екіншісі кесте. Так, графиктен енді біздің мен нені қоспадым. Датчикті қосамыз алдымен. Так, бұны көріп тұрсыздар, қызыл жанып тұр. Зарядкасы аз деген сөз. Бұны зарядтап қою керек. Әрқайсының зарядкалары бөлек-бөлек бағайда? Бәрі бірдей, шнурлар бірдей. Бәрінің зарядкасы бірдей. Мысалы, көп зарядканы лучше бір-екеуін қалдырыңыз, қалғанын бүйтіп тығып тастасаңыз болады. Өкпітін өздеріңіз сатып аласыздар. Кәдімгі зарядка бар ғой, соны қолдансаңыздар болады. Немесе міне панельге бүйтіп қосып қойсаңыз болады. Панельде екеуі бар, жанында бар еще, қанша бар. Мен жанында екеуі, яғни сіз панель арқылы уже 4 датчик зарядталасыз. Бір зарядтадың сізге жарты жылға жетеді. Так, келесі. Мынау күшті өлшейміз. Так, күштіне өлшем бірліктері бар. Фунт, килограмм, метр секунд. Енді оқушылар көбісі ньютонмен үйреніп қалған. Так, одан кейін мына жақта енді біріншісі үдеу болсын. Так. Үдеу, нәтижелі үдеу дейміз. И дұрыс айтады, үшіншісі уақытты қойсақ та болады. Енді уақыт өзі автоматически болады. Қазір енді бағана серпімді, яғни тербелмелі қозғалыс бар, серіппелі маятник. Сол кезде күш қалай өзгеріп жатыр, соны байқаймыз. Негіз білесіздер, күште өзгереді бұл жерде. Енді бұны штативке орнату үшін мынаны өзінің кішкентай тесігі бар. Мынаны кішкене бұрайсыздар, жоғары көтеріледі. Потом былай өткізіп жібересіздер. Бізде кішкентай болып қалды. Енді штативте неше түрлі нелер бар ғой, көресіздер. И үстінен жанынан бұрап сайыз, өзі қатты болып тұрады. Енді қазір бірінші қозғалмай, жай, мысалы, мынау бізде 100 грамм. Осыны өлшеп көрейік қанша болады.
Сүймей қалды. Или былай істесек жарайды. Қозғалмай тұрған кездегі жай ғана салмағын өлшейік. Үдеу жоқ. Бастау дейміз. Көріп тұрсыздар, салмағы қанша болып тұр? Мынау 1-3 ньютон. Үдеу қандай бізде? Яғни еркін үдеуіне теңденсіз. Енді мына жерде қарасаңыздар минус болып тұр. Минусты көресіз, ойлайсыз. Мына датчик дұрыс істемейді. Бізге бұзылған датчикті алып келді дейсіз. Мәселе ода емес. Мәселе мына жерде. Күш деп тұр ғой. Үстінен басасыз. Мына жерде белгіні өзгерту деген бар. Белгіні өзгерту деген басам. Қайтадан бастау деймін. Енді оң болып шықты. Просто мына жерден бағытын өзгерте аласыз. Так, келесі. Енді тербелмелі қозғалыстың күш қалай өзгеретінін анықтайық. Бізде айтпақшы жиілік өте жоғары болып тұр екен, 500 Гц. Сол үшін өлшемей тұр екен. Так, 20 Гц дейді. Дәл бағанағыдай картина шықты. Бұл нені білдіреді? Яғни бізде бағаны жылдамдықты үдеуді осылай шыққан естеріңізде ме? Яғни жылдамдық, үдеу, күш не істейді екен? Барлығы бір заңдылық бойынша өзгереді. Синус естеріңізде ме? В тең В синус омега Т деген форма. А тең А косинус омега Т деген. Вот, соны білдіреді. Барлығы синус немесе косинус заңы бойынша бірдей өзгеріп жатыр. Енді осымен жаңа күштің де тербеліс кезінде өзгеретін анықтадық. Мына жерде уже нәтижелер жазылып жатыр. Так, келесі бізде қандай датчик қалды? Соңғы датчик қалды. Қайда кетті біз? Ақылды тақта деген. Бұның енді функциясы өте көп. Бұл енді басқаларына қарағанда кішкене қиындау жұмыс істейтін. Жалпы түсіндіріп өтейін. Мынаны қосасыздар ғой. Басқалар сияқты қосылмайды бұл. Сіздерден бір нәрсе сұрайды қазір. Міне, батырман бастым. Одан кейін шаблонды таңдайық. Екіншісін таңдайсың. Біріншісі графики, екіншісі кесте болсын. Келесі Bluetooth қосамыз. Мына жерден қараңыздар. Күшті үдеуін алып тастайық. Smart Gate, яғни ақылды қақпа деген сөз. Соған қосамын. Көрдіңіз, бағана 1,5 сағаттың ішінде зарядта қалды. Енді қараңыз, біз бағана қосқанда дайын деп шығатын. Мына жерде олай шыққан жоқ. Сізден сұрайды. Сіз қазір датчик қолданған кезде қалай қолданасыз? Тек қана смарт қақпаны қолданасыз ба? Смарт қақпа деген арасында не өтеді, соның өлшейді. Жылдамдық, уақыт, соны өлшейді. Екіншісі смарт қақпа және қосалқы порт деген бар. Қосалқы порт деген мына жерде өзінің лазері бар, көріп тұрсаңыз. Сонымен де өлшейді, мына жақты өлшейді. Одан кейін қосымша порт бар, немесе лазерлік қосқыш деген осылар бар. Енді мынаның негізгі бір функциясын көрсетейін. Бұл 9-шы сыныпта жаңағы математикалық маятник бар ғой, соны қолдансаңыздар болады. Ол үшін тек смарт қақпа деген таңдаймыз. Мынаның ішінен өзі дайын тұр. Бірнеше нәрсе бар. Бізге не керек? Маятник деген бар. Так, фотосенсор және маятник. Осыны таңдаймыз. Окей дейміз. Бұл жерде кейін нені сұрайды? Жіп бар ғой, маятник. Соның ұзындығын сұрайды. Мысалы, 0.06 метр, яғни 1,6 сантиметр. Енді өте аз ғой, бізге кішкене өзгертсек болады оны.
Бұл енін сұрап тұрған сияқты. Ұзындығы не мысалы? жоқ бұл аудармасында сәл қате жіберген ғой негізі. Ағылшынша ленз деп тұр, ұзындығы. Болды, содан кейін ғана барып қоса аласыз. Енді мына жерде не таңдауға болады? Периодын анықтауға болады. Оқушылар мысалы секундамен есептейді ғой. А мына өзі автоматически есептейді, да? Дәл есептейді. Так, мына жерде мысалы күшті өлшек, мына жерден күшті өлшей алмаймыз ғой. Так, мына жерден периоды, мына жерде уақыт дейді. Мына жерде біз күшті өлшей алмаймыз, күшті бағанағы датчик бар ғой, соңғы қалып кеткен ғой. Мына жерден біз жылдамдығын өлшей аламыз. Маятник бар ғой, арасынан өткенде қандай жылдамдықпен өтеді. Так, бастау деймін. Енді бізде қазір маятник жоқ. Мынаны жасай салайық, не бүйтіп. Бүйтіп, мынау қисық болып тұрған. Қанша уақытта өтіп жатыр. Периодын өлшеп жатыр және жылдамдығын өлшеп жатыр. Мен дәл маятник сияқты жасап тұрған жоқпын. Жалпы соны несін түсіндіңіздер ғой, логикасын. Арасынан өткенде қандай жылдамдықпен өтті? Бұны оқушылар ешқашан есептей алмайтын. Өйткені сіз секундомермен жылдамдығын есептей алмайсыз. Формулаға салып қоюға болады, бір өте ұзақ шығады. Мына датчик барлығын есептеп берді. Так, онда әріптестер қазір 10 минут үзіліс, 15 минут үзіліс. Мен сізден біреуіңізден сауалнама алсам, сұрақтар, онлайн анкет алдық қой, соған ұқсайтын сұрақтар қоямын. Кім келседі? Анонимді уайымдамаңыздар. Апай сізден алайық. Жақсы, әріптестер, онда үзіліске шықпеңіздер,